Бүгін біз қышқылдар мен сілтілердің айырмашылығын, индикаторлардың қалай жұмыс істейтінін және қышқылдардың металдармен, сілтілермен, карбонаттармен қалай әрекет ететінін оңай тілмен үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Химиялық қышқылды айтпас бұрын, біздің күнделікті өмірімізде бар қышқылдарды айтып өтейік. Мысалы, өмірде тұтынатын жемістеріміздің дәмдері қышқылды болып жатады. Не себепті? Себебі олардың құрамдарында қышқыл бар. Мысалы, апельсин, лимонда лимон және аскорбин қышқылдары. Күнделікті қолданатын сүтте сүт қышқылы, қызанақта салицил қышқылы деген сияқты қышқылдар бар. Және де тағы да қандай қышқылдар бар екенін суреттен көре аласыздар. Бірақ барлық қышқылдың дәмін татып көруге болмайды. Себебі олар улы да зиянды болуы мүмкін. Оларға күкірт, азот, тұз қышқылдары сияқты минералды қышқылдар жатады. Барлық қышқылдардың құрамында міндетті түрде сутегі атомы кіреді, және де олар басқа да заттармен реакцияға түседі. Кестеде мысал ретінде кейбір қышқылдардың атауы мен формулалары берілген. Сол формулада қарайтын болсақ, бағанағы айтқанымыздай, әрбір қышқылдың құрамында сутегі атомы бар. Яғни қышқыл десе, біз міндетті түрде оның құрамына сутегі атомын, яғни элементін жазатын боламыз. Осы айтқан қышқылдарымыз бізде өмірімізде көп салаларда қолданылады, және олар біздің организмімізде де өзара түзілетін болады. Мысалы, тұз қышқылының ерітіндісін медицинада асқазан қышқылдығы төмендегі науқастарға береді. Асқазандағы тұз қышқылы астың тез қорытылуына, аспен бірге түскен зиянды бактерияларды жоюға көмектеседі. Көмір қышқылының ерітіндісі әртүрлі сусындардың құрамына кіреді. Азот, күкірт, фосфор қышқылдары болса, минералды тыңайтқыштар, бояулар, қопарғыш заттар сияқты заттарды алуда қолданылады. Дәл қышқылдар сияқты бізде маңызды рөл атқаратын сілті деген заттар бар. Сілті дегеніміз не? Ол көптеген органикалық заттарды күйдіретін заттар. Олармен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтаған жөн. Сілті ерітіндісі қолға сабын тәрізді білінетін болады. Сілтілерді атау үшін құрамындағы металл атомына қараймыз. Яғни, егер құрамында мысалы натрий болатын болса, соны атап, қасына гидроксид деген сөз жазылады. Мысалы, натрий гидроксиді, натрий OH, калий гидроксиді, калий OH. Яғни гидроксид OH болады да, ал калий сол өзінің атауымен, металл атауымен қалатын болады. Енді қарайық. Енді осы бізге мысалы стаканға, химиялық стаканға тәжірибе жасау үшін сілті мен қышқыл құйылады. Мысалы екеуі де түссіз ерітінділер болып табылады. Енді осы түссіз ерітінділерді ажырату үшін бізге бір нәрсе керек. Ол бізде индикаторлар. Бізде ең көп қолданатын индикаторлар бар. Олар лакмус, метиларан және фенофталин болып табылады. Осы үш индикаторды қолданып, біз тәжірибе жасау арқылы оның қышқыл екенін, сілті екенін, немесе бейтарап орта екенін анықтаймыз. Яғни қышқыл сілті болса, ал бейтарап дегенімізде бейтарап болып сала су. Енді осы индикаторлармен тәжірибе жасап көрейік. Бірінші ол бізде лакмус. Егер де лакмусты қышқылды ортаға тамызатын болсақ, онда ерітіндінің түсі қызылға айналады. Сілтілік ортаға тамызатын болсақ, ерітіндінің түсі көкке айналады. Бейтарап ортада ол күлгін түсі болып қалады. Фенофталинді қышқылдық ортаға тамызатын болсақ, түссіз, яғни түсі өзгермейді. Сілтілік ортада фенофталиннің түсі таңқурай түсті болып тұрады. Бейтарап ортада ол түссіз болып келеді. Метиларан қышқылдық ортада қызғылт түске боялады. Сілтілік ортада ол сары түсті көрсетеді.
ал бейтарап ортада ол қызыл-сары түсті болып табылады. Жаңағы 3 индикатордан бөлек бізде тағы да әмбебап индикаторлар деген бар. Ол қағаз түрінде кездеседі. Жай индикаторлардан айырмашылығы әмбебап индикатордың ортаның нақты деңгейін шамамен болса да анықтауға мүмкіндік береді. Егер лакмус тек қышқыл немесе сілті екені ғана көрсетсе, әмбебап индикатор оның қаншалықты күшті екенін түс арқылы көрсетеді. Әмбебап индикатор қағаздармен жұмыс істегенде әр орамның немесе қораптың сыртында түстер кестесі болады. Яғни мына жерде суретте көрсетіледі. Дәл нәтиже алу үшін қағазды ерітіндіге салғаннан кейін түсті сол кестемен салыстыру қажет. Әрбір химиялық заттар бір-бірімен әрекеттеседі, яғни химиялық реакцияға түседі. Бұл қышқылдарға да тән. Қышқылдар сілтілермен, металдармен және карбонаттармен әрекеттеседі. Қышқылдардың жанында сілтілермен әрекеттесуі бейтараптану реакциясы деп аталады. Визуалды түрде осы қышқылдардың сілтілермен әрекеттесуін көретін болсақ, химиялық стаканға сілті ерітіндісі, яғни натрий гидроксидін құйып, оған бірнеше тамшы фенолфталин ерітіндісін қосамыз. Ерітінді таңқурай түске боялады. Ерітінді түстізденгенше бүйреткадан тамшылатып, тұз қышқылының ерітіндісін қосамыз. Оның түссізденгені қышқыл мен сілті арасында реакция жүріп, ерітіндінің бейтараптанғандығын көрсетеді. Яғни онда қышқыл да, сілті де жоқ екені білінеді. Енді қышқылдардың металдармен әрекеттесуін қарайық. Ол үшін бізге мына тәжірибе арқылы бақылауға болады. 4 сынауықтың біріншісіне магний, екіншісіне мырыш, үшіншісіне темір жаңқасын, төртіншісіне мыс сымының кесіндісін салып, әр сынауыққа 2 мл тұз немесе күкірт қышқылының ерітінділерін қосып, аздап қыздырамыз. Және әр сынауыққа сутектің бөлінуін байқаймыз. Тәжірибе нәтижесінде қышқыл мен магний шабытты әрекеттеседі. Мырыш одан баяу, ал темір мырыштан да баяуырақ әрекеттесетінін байқаймыз. Ал мыс қышқылмен мүлдем әрекеттеспейді. Сынауықта сутек бөлінбейді. Демек, металдардың қышқылдарға қатысты белсенділігі әртүрлі болып келеді. Металдардың қышқылдармен әрекеттесуі бойынша бізде орыс ғалымы Бекетов тәжірибелер жасап, олардың нәтижесінде металдардың сутекті қышқыл құрамынан ығыстыру қатарын, яғни металдардың белсенділік қатарын құрастырған болатын. Яғни жоғарыда суретте біз соны көре аламыз. Белсенділік қатарында сутекке дейін орналасқан металдар сұйытылған қышқыл ерітінділермен сутекті ығыстырады. Ал сутектен кейін тұрған металдар, мысалы жаңағы мыс немесе күміс, олар қышқыл құрамынан ығыстырмайды, яғни олар қышқылмен мүлдем әрекеттеспейді. Енді келесі әрекеттесу ол қышқылдардың карбонаттармен әрекеттесуі. Сынауыққа аздаған бор ұнтағын немесе мәрмәрдің түйірін салып, үстіне тұз қышқылының ерітіндісін құямыз. Бажылдап түзілген газ, көмір қышқыл газы түзілгенін көрсетеді. Бұл дегеніміз карбонаттар қышқылдарды бейтараптайтыны көрсетіп тұр. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі біз сабақта не өттік? Қышқылдар мен сілтілер, оларды қалай ажырату керек екенін, индикаторлардың қышқылдық сілтілік бейтарап ортада өздерінің түстерін қалай өзгертетінін көре білдік. Және де әмбебап индикаторлар жайлы ақпараттар алдық. Және олардың түстерінің өзгеру арқылы олардың қай ортаға тән екенін білдік. Және де қышқылдардың химиялық реакцияға түсетінін білдік. Келесі сабақта кездескенше, басқа сабақтарды көру үшін арнама жазылуды ұмытпаңыздар.